Marvel киносүйер қауымы үшін үшінші фаза жаңа деңгейдің, жаңа идеялардың және бұрын-соңды болмаған масштабтың басталуы болды. Өткен бөлімде біз осы фазаның алғашқы үлкен туындысы, алғашқы кек алушы, қарсыласу фильмінен бастадық. Ол фильм Marvel әлемін түбегейлі өзгертіп, суперқахармандар арасындағы алауыздықты, идеология қақтығысын және кек алушылар командасының ыдырауын көрсетті. Енді сол қақтығыстан кейін Marvel өзінің тарихында мүлде басқа бағытқа бұрылды. Космостық күштер, көбөлшемділік, рух пен материя арасындағы байланыс. Әлемді құтқаратындар енді тек бұлшықетпен немесе технологиямен емес, ақыл, ой мен энергия арқылы күресетін жаңа кейіпкерлерге ауысуы бастады. Дәл осы кезеңде Marvel бізге ерекше бір қаһарманды таныстырды. Ғылым мен сиқырдың арасындағы шекараны бұзған, адам мүмкіндігінен тыс күштің мәнін ашқан тұлға, доктор Стивен Стрэндж. Бұл фильм кездейсоқ пайда болған жоқ, оның өндіріс тарихы ұзақ жылдар бойы созылды. Marvel студиясы доктор Стрэнджді кино әлемге енгізуді 1980 жылдардан бастап жоспарлаған, бірақ технологияның әлсіздігі, визуалды эффектілердің жеткіліксіздігі және сиқыр әлемін экранға лайықты көрсету қиындығы жобаны бірнеше рет тоқтатты. Тек 2010 жылдары компьютерлік графика мен камералық технологиялар жаңа деңгейге шыққан кезде Marvel бұл образды қайтадан қолға алады. Фильмді түсіру үшін студия ең батыл режиссерлардың бірін Скотт Дерриксонды шақырды. Ол психологиялық хоррор, философиялық ой және визуалды эксперименттерді шебер біріктіре алатын маман болатын. Басты рөлге таңдауда оңай болмады. Marvel көптеген актерларды қарастырды, бірақ соңында күллі әлем танитын британиялық актер Бенедикт Камбербэтчті таңдады. Ол рөлге дайындалу үшін медициналық кітаптарды оқыды, нейрохирургтармен кездесті, тіпті қол қимылдарын үйрену үшін арнайы үйірмемен жұмыс істеді. Оның экрандағы қол қимылдары жай қозғалыс емес, нақты жатталған магиялық қозғалыстар. Фильм түсірілімдері Лондон, Катманду, Нью-Йорк және Гонконг қалаларында өтті. Әрбір локация Стрэндждің рухани өзгерісін көрсету үшін арнайы таңдалған. Ал визуалды эффектілер жасаған команда Интерстеллар мен ғажайып өрмекші фильмдерінің мамандарымен бірлесіп жұмыс істеді. Ашық кеңістікте бүктелетін қалалар, айналы әлем, уақытты кері айналдыру, осының бәрі доктор Стрэндж фильмін Marvel'дың ең стильді, ең ерекше жобаларының біріне айналдырды. Бұл фильм Marvel әлеміне жаңа түсініктер енгізді. Көп өлшемділік, тылсым энергия, уақыт пен кеңістіктің бұзылуы, рухани өлшемдер және ең бастысы Marvel'дың болашақ үлкен оқиғаларының негізі. Осының бәрін біріктірген кезде доктор Стрэндж Marvel'дың үшінші фазасын тек жалғастырып қана қоймай, оның келесі үлкен оқиғаларына жол ашты. Кек алушылар шексіздік соғысы, кек алушылар соңғы шайқас, Локи, өрмекші адам үйге жол жоқ, доктор Стрэндж 2, бәрі осы алғашқы фильмнің арқасында өз логикасын тапты. Бүгін мен сіздерге дәл осы фильмнің толық сюжеті мен оқиғаларын баяндап беремін. Сиқыр, философия, ғылым, уақыт, айна әлемі, қараңғы өлшем, барлығы осы жерде тоғысады. Ал енді доктор Стрэндж фильмінің толық сюжетін мағыналы қылып, сіздерге түсінікті форматта қысқаша баяндауды бастаймын. Қара магиямен айналысатын бір топ сиқыршылар ғибадатханаға келеді. Олар күзетшіні оп-оңай жеңіп, тіпті оны о дүниеге аттандырып жібереді. Мұның бәрі сиқырлар кітабындағы бір ғана парақ үшін. Бірақ олар бұл жерден жай ғана кетіп қала алмайды. Олардың жолында тағы бір сиқыршы пайда болады. Қаланың дәл ортасында әсерлі қуғын басталады. Сары шапан киген сиқыршы саусақ шертумен ақ шындық әлемді өзгертеді және жауларымен шайқасады. Дегенмен ұрылар қашып кетуге үлгереді. Осы кезде елдегі ең мықты нейрохирургтердің бірі доктор Стивен Стрэндж операция жүргізіп жатыр. Ол процедураны соншалықты оңай жасайды, тіпті жұмыс істеп жатып музыка тыңдап үлгереді. Операция аяқталысымен әріптесі Кристиан оны бірден өзіне ілесуге шақырады. Оларға оқ деген бір ер адамды алып келеді. Оқ оның бас сүйегінде тұрып қалған. Басқа дәрігер пациентті миы өлген деп есептеп, оның мүшелерін алып қоюға жіберген. Бірақ Стивен томографияға қарап, оның әлі де аман қалу мүмкіндігі бар екенін түсінеді. Ол шұғыл операция жасап, пациенттің өмірін сақтап қалады.
Стрэндж өзіне қатты риза, жалпы ол тым тәкаппар адам. Осы арқылы біз Кристин мен Стивеннің бұрын бірге болғанын, бірақ қарым-қатынастары Стрэндждің үнемі назарда болуына байланысты жүрмей қалғанын білеміз. Кешке таман Стивен өзінің сәнді пәтерінде шараға дайындалып, мінетін қымбат көлігіне отырады. Жолда кетіп бара жатып та жұмысын жалғастырып, келесі қабылдайтын пациентін таңдап отырады. Бір сәтте ол алаңдап қалады да жолдан шығып апатқа ұшырайды. Қатты соққы кезінде оның қолдары машина торпедасын тесіп өтеді. Өзі аман қалады, бірақ ауыр халде өз жұмыс істейтін ауруханаға жеткізіледі. Операциядан кейін есін жиған Стрэндж қолдарын көріп, олардың ауыр жарақат алғанын, сіңірлері мен жүйке ұштарының үзіліп кеткенін байқайды. Өзінің сүйікті жұмысын қайта жалғастыру үшін ол бірнеше рет қосымша операция жасатады. Үнемі физиотерапияға қатысады. Сол жерде ол сал болып қалғаннан кейін қайта жүре бастаған бір ер адам туралы естіп, оның медициналық картасын көрсетуді сұрайды. Қолдарын қалпына келтіруге тырысқан Стрэндж ең білікті дәрігерлерге жүгінеді, бірақ еш нәтиже болмайды. Мінезі одан сайын қиындап, осы уақытқа дейін оған қамқор болып жүрген Палмерменді ұрсып қалады. Кейін ол сол сауыққан паралитик Пенкберннің картасын зерттеп шығып, көп ұзамай оны тауып алады. Сол ер адам оған денесін емдеу, рухты биіктету арқылы мүмкін болғанын айтады. Мұны ол Камартадж деп аталатын жерде ұстаздың басшылығымен жасағанын жеткізеді. Стрэндж Непалға барып, Камартадж туралы барлығынан сұрай бастайды, бірақ ешкім оған көмектесе алмайды. Елсіз көшеде оған қарақшылар шабуыл жасап, сағатын тартып алмақ болады. Алайда оның сұрақтарын естіп жүрген бейтаныс бір адам плашымен келіп Стрэнджді қорғап қалады. Ақырында сол адам оны Камартажға алып барады және барлық бұрынғы білімді есік алдында қалдыру керегін ескертеді. Сол жерде Стрэндж ежелгі ұстазбен танысады. Ол фильм басында Кетселиуспен шайқасқан адам. Ал Стрэнджді алып келген адамның аты Мастер Мордо. Ежелгі ұстаз докторға рух арқылы денені басқару туралы айтады, бірақ материалист Стрэндж бұл сөздерді сандырақ деп қабылдайды. Сол кезде ұстаз оның жанын денесіне шығарып жібереді. Бұл Стрэнджді қатты шошытады. Артынша оны түрлі өлшемдерге саяхатқа жібереді. Оны әлемдер арасында құмның түйіршігіндей лақтырып әр тарапқа жүгіртеді. Храмға оралғанда ежелгі оны сыртқа қуып тастауды бұйырады. Өйткені Стрэндж оған түнек жолына түскен Кетселиусты еске салады. Бірақ Мордо ұстазды көндіріп, бірнеше сағат бойы олардың есігінің алдында отырған докторды оқуға қабылдау керегін айтады. Стрэндж ежелгі ұстаздың басшылығымен сиқырды меңгеруге кіріседі және кітапханаға жиі бара бастайды. Кітапханашы Вонг оны шеберлерге арналған кітаптар тұрған залға апарады. Сол жерде Стрэндж ұстаздың кітаптарын көреді. Оның бірі бірден назарын аударады. Бұл уақытқа арналған Калиостро кітабы болып шығады. Кетселиус жытып әкеткен беттері бар кітап. Вонг сол сатқындық туралы докторға айтып береді. Осы уақытта Кетселиус ұрлаған сиқыр сөздерді қолданып, жаңа күштерге ие болады. Стрэнджге сиқыр жасау еш шықпайды. Ол бұған өзінің жарақаттанған қолдары кінәлі деп ойлайды. Алайда ежелгі оған қолы жоқ сиқыршыны алып келеді. Бұл дәлел ретінде көрсетілген сабақ еді. Содан кейін ол докторды Эверестке телепортациялап жіберіп, оны сол жерде тастап кетеді. Бірнеше сәтсіз әрекеттен кейін Стрэнджге портал ашып, қайтадан храмға оралуға мүмкіндік туады. Онда оны ұстаздары күтіп тұрған еді. Осы оқиғадан кейін Стрэндж Вонгтан жаңа кітаптар сұрайды. Ал Вонг бермегенде доктор оларды портал арқылы көз алдынан ұрлап алып оқи бастайды. Көп ұзамай ежелгі докторға айна өлшемін көрсетеді. Бұл өлшем шынайы әлемге әсер етпейді, сондықтан онда жаттығуға, бақылауға және шабуылдарды бейтараптандыруға болады. Осыдан кейін Стрэндж Мордоның басшылығымен шайқасуды үйренеді. Бір күні кітапханаға барған кезде Вонгты таппай, Стрэндж Калиостро кітабын қайта қарап, Гамоттың көзі атты сиқырлы амулетті қолданады. Осы артефакт арқылы ол уақыттың ағымын басқаруды меңгере бастайды. Ол кітаптың жыртылған беттерін қалпына келтіріп, түнек өлшемі мен Дармаму жайлы шындықты біледі. Бірақ дәл сол сәтте Мордо мен Вонг оны тоқтатып, мұндай уақытпен ойнау уақыт кеңістігінің жыртып жіберуі, уақыттылық ілмектер мен бос кеңістіктер туғызуы мүмкін екенін ескертеді. Стрэндждің мұншалықты жылдам күш жинауы Мордоға әсер етеді. Ол докторға былай дейді: қалай кек алушылар әлемді физикалық қауіптерден қорғаса, дәл солай сиқыршылар әлемді магиялық қауіптерден қорғайды. Гонконг, Нью-Йорк және Лондондағы Агамото храмдары біртұтас қалқан құрайды. Ал сиқыршылар басқа өлшемдерден келетін тіршілік иелерінен сол храмдарды қорғайды.
Осындай тіршілік иелерінің бірі түнек өлшемінің билеушісі Дармаму. Ол тұтас ғаламдарды құлдыққа жығып, әлемдерді жоюшы күш. Стрэндж бұл мистикалық соғыстарға қатысқысы келмейді және кеткісі келеді. Бірақ дәл сол кезде Кетселиус Лондон храмына шабуыл жасап, дабыл іске қосылады. Сиқыр күші докторды бірден Нью-Йорк храмына телепорт жасайды. Онда ол фанатиктердің шабуылына куә болады және Кетселиустың жергілікті хранительді өлтіргенін көреді. Одан кейін Стрэндж шайқасқа кірісіп, қара ниеттілерді портал арқылы сыртқа лақтырып, олардың басшысымен бетпе-бет қалады. Жау бірнеше құнды артефакт тұрған витриналарды қиратқаннан кейін докторға өлім соққысын бермек болады. Сол сәтте шайқасқа қызыл плаш араласып, Стрэнджді қорғап, оған жекпе-жекте көмектеседі. Басқа бір артефакттың көмегімен кейіпкер Кетселиусты тұзаққа түсіреді. Сол кезде Кетселиус жерде уақыт жүрмейтін түнек өлшемінің бір бөлігіне айналдырғысы келетінін айтады. Сол арқылы мәңгі өмір сүрмек. Ол әлемді эволюцияның шарықтау шыңы деп санайтын Дармамуға тапсырғысы келеді. Ал ежелгіні жоймақ. Себебі ол ұстаз ретінде барлық білімді шәкірттеріне толық ашпай, тек аз-аздан ғана үйретіп келгеніне ашуланады. Кетселиус Стрэндждің назарын аударып тұрған уақытта фанатиктердің бірі храмға қайта оралып, докторды ауыр жаралайды. Тағы да көмекке қызыл плаш келеді. Ол шабуылдаушыны ұстап тұрып, Стрэндждің телепортация сақинасын қайтарып береді. Сол сақина арқылы Стрэндж бұрын өзі жұмыс істеген ауруханаға телепортация жасайды. Ол жерден Кристин Палмерді тауып, жарақатын айтып, операцияны бастайды. Оны операциялап жатқанда Стрэндж астралдық формаға шығып, артынан ілесіп келген жаумен шайқасып, оны өлтіреді. Бұрынғы дөрекі мінезі үшін Палмерден кешірім сұрап, ол шығыс медицинасы мен сиқырды үйреніп жүргенін түсіндіреді. Содан кейін храмға қайта оралады. Храмға келгенде Стрэндж Кетселиустың әлгінде ғана босанып шыққанын көрсететін сынған бұғауларды көреді. Ол келген Мордо мен ежелгіге жаудың күші олардың болжағанынан да әлде қайда жоғары екенін айтады. Ежелгі Лондон храмының құлағанын хабарлап, Стрэнджді Нью-Йорк храмының жаңа мастері әрі қорғаушысы етіп тағайындайды. Доктор шайқасқа араласқысы келмейді, бірақ ежелгі оның уәждерін қабылдамайды. Осы кезде Стрэндж оны Дармамумен ауыз жаласқан деп айыптайды, себебі ол тым ұзақ өмір сүріп келеді. Ежелгі бұл айыптауды жоққа шығармайды да кетіп қалады. Бұдан кейін Мордо Стрэнджбен ұрысып, оны қорқақ деп кінәлайды. Дәл осы уақытта Кетселиус храмға қайта шабуыл жасайды және шеберлер айна әлеміне өтіп шайқасты қабылдайды. Алайда айна әлемінде Кетселиустың күші әлде қайда басым, сондықтан ол кеңістікті оңай өзгертіп отырады. Дегенмен көмекке ежелгі келіп жетеді, бірақ соның кесірінен өзі өлімші жарақат алады. Стрэндж ұстазы доктор Палмер жұмыс істейтін ауруханаға алып келеді. Алайда дәрігерлердің барлық көмегіне қарамастан ежелгі қайтыс болады. Сол кезде Стрэндж астралдық формаға өтіп, оның рухын соңынан еріп барып көреді. Ежелгі өз уақытта келгенін айтады. Ол Стрэндждің орасан зор мүмкіндіктері бар екенін, бірақ оған сәтсіздіктен қорқу және тәкаппарлық кедергі келтіретінін түсіндіреді. Сондай-ақ ол жақсылық үшін ережелерді бұзып, өз күшінің бір бөлігін түнек өлшемінен алғанын мойындайды. Ол Мордоның қаталдығы мен Стрэндждің икемділігі бірігіп қана Дармамуға қарсы тұра алатынын айтады. Өйткені бұл жауды жеке-жеке жеңу мүмкін емес. Ежелгі қайтыс болғаннан кейін Кетселиус фанатиктерімен бірге Гонконгқа жөнеледі. Ол жерде Вонг пен басқа сиқыршылар күзететін ең маңызды магиялық орталық орналасқан. Камартаджға оралған Стрэндж Мордоны өзімен бірге жүруге көндіреді. Олар Гонконгқа жеткенде храмның әлдеқашан қирап қалғанын, ал жер түнек өлшеміне жұтыла бастағанын көреді. Сол кезде доктор Агамоттың көзін белсендіреді және уақытты артқа айналдырады. Соның арқасында храм қайта қалпына келеді. Вонг тіріледі, ал Мордо Кетселиусты қабырғаға тұтқындап қояды. Бірақ Кетселиус тұтқыннан босап шығып, уақытты тоқтатып тастайды. Ол түнек өлшемінде уақыттың мүлде өтпейтінін айтады. Осы сәтте Стрэндж бұл шайқаста қалай жеңуге болатынын түсінеді де бірден Дармамуға бет алады. Ол түнек өлшемінде уақыттық ілмек, шексіз қайталанатын уақыт циклін жасайды, яғни уақытты қақпан. Дармаму докторды сансыз көп рет өлтіреді, бірақ Стрэндж әр жолы қайта тіріліп шыға береді. Осылайша ол жерге уақыт сыйлап, ал Дармамуды уақыт ілмегінің тұзағына түсіреді. Мұны түсінген Дармаму Стрэнджбен келісім жасайды. Ол бұл ғаламды тыныш қалдырып, өзімен бірге өзіне адал қызмет еткендерді, Кетселиусты және оның жақтастарын алып кетуге мәжбүр болады. Доктор жерге оралып, уақыттың ағымын қалыпқа келтіреді, бірақ Мордо бұл жеңіске қуана қоймайды, себебі Стрэндж табиғат заңдарын бұзды деп санайды. Ол докторды бұл әрекет үшін
міндетті түрде жазасы болады деп айыптап, одан бас тартып кетіп қалады. Кейін Стрэндж Камар-Таджға қайта оралып, Агамоттың көзін өз орнына қояды. Сол кезде Вонг бұл артефакттың шексіздік тастарының бірі екенін айтады. Ал Стрэнджге әлі үйренетін нәрсе көп. Жоғарғы сиқыршының өлімі жайлы хабар тез тарайды. Сондықтан доктор Нью-Йорк храмының жаңа қорғаушысы атанады. Титрлардан кейінгі көріністе біз Стрэндждің Тормен сөйлесіп отырғанын көреміз. Тор әкесі Одинді іздеп жүргенін айтып, оны тапқан соң бірден Асгардқа қайтатынын жеткізеді. Стрэндж болса оған көмектесуге дайын екенін айтады. Келесі көріністе Морды Панкборнның шеберханасына барып, одан оның жүруіне мүмкіндік берген магиялық күшін тартып алады. Ол жер бетінде сиқыршылардың тым көбейіп кеткенін айтады. Міне достар, доктор Стрэндждің таңғажайып әрі күрделі жолы осылай басталды. Бір кезде тек өзіне ғана сенген, тек өз амбициясын ойлаған нейрохирург енді бүкіл әлемді қорғайтын тылсым өнер шеберіне айналды. Бұл фильм Марвелдің 3-ші фазасындағы ең маңызды бұрылыстардың бірі болды. Себебі дәл осы жерде біз алғаш рет көп өлшемдік, уақытты басқару, айна әлемі және түнек өлшемі сияқты ұғымдарды көрдік. Ал бұл идеялар кейін бүкіл Марвел әлемін жаңа деңгейге көтерді. Стрэнддждің сапары әлі аяқталған жоқ. Ол енді Нью-Йорктың жаңа құдіретті шебері, ал алдында оны күтіп тұрған қауіп те, жауапкершілік те бұрынғыдан да үлкен. Марвелдің 3-ші фазасы дәл осы сәттен бастап космостық бағытқа бет бұрады. Енді жердегі қақтығыстардан бөлек бүкіл ғарышты, тұтас галактикаларды қамтитын оқиғалар алға шығады. Сол себепті біздің келесі бөлімімізде Марвел әлемінің ең ерекше, ең көңілді әрі ең жүрекке жақын командаларының бірі Галактика сақшылары 2-ші фильмі болады. Бұл тек жалғасы емес, эмоция, юмор және ғарыштық масштабпен толыққан нағыз Марвел туындысы. Сондай-ақ бұл фильм алдағы шексіздік соғысына тың байланыстар мен жаңа сілтемелер қалдырады. Сондықтан келесі видеоны өткізіп алмаңыздар. Арнамызға жазылыңыз, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Мен сіздермен бірге осы үлкен Марвел әлемін әрі қарай жалғастырып зерттей беремін. Сіздермен болған Киношоу KZ, келесі кездескенше.